Аса қадірлі ата-ана Сәрсен, Асқар, Светлана апа, біраздан бері дайындалған уақытым бітті. Міне ертең бе, болмаса бүгін бе сол қызу шайқас болып жатқан жерге барамын. Сондықтан бүгін түнгі ұйқыны төрт бөліп сіздерге, туған жерге, әке шешеме, аға жеңгеме, қарындасқа, керосин шамының жарығы астында кешірім сұрап хат жазып отырмын. Кім біледі, соғыс өлімсіз болмайды. Жас өмір ішінде алдарыңызға шығып қатты сөз айтқан болсам, кей жасөспірім жігіттей болып сіздерді ұмытып басқа нәрсеге көңіл бөлген болсам, және тілдеріңізді алмаған күндерім болса, бүгін осы ақ қағаздың бетіне жазылған хат арқылы жас басымды сіздердің аяқтарыңызға салып кешірім сұраймын. Міне, осы хатты жазып отырған уақытымда өткен күндер көз алдыма елестеп отыр. Сондықтан мен жас жанымды жауға бере қоймаспын. Егер өлетін болсам да, жастығымды алып өлермін. Неге десеңіз, менің қолымда немістерге қорғасын сыбаға беретін, жылдам ұшатын аэроплан бар. Маған отаным осындай ең алдыңғы техниканы сеніп қолыма бергеннен кейін, мен елім үшін, жерім үшін бойымдағы бар қайрат жігерімді жауды жеңуге сарп етуім керек. Қадірлі туған туыстарым, әке шешем, таң болса атты. Қазір шуға барамыз. Сонымен хат аяғын тамам қылуға рұқсат етіңіздер. Көп не жазайын. Қош, сау болыңыздар. Амандықпен жолығысуға